Сәлем, құрметті достар! Сіздермен Нұр. Бүгін сіздермен қазақ тіліндегі ең әдемі сөздердің шығу тарихымен таныстыратын боламын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Адамға деген алғысы мен сезімін бір ауыз сөзбен жеткізген қазақтың кейбір сөздерін басқа тілге аудару мүмкін емес. Өйткені дәл қазақ секілді бір ауыз сөзбен жан тебіренісін, адамға деген махаббатын ешбір ұлт жеткізе алмаған. Соның бірі өзіміз ең көп қолданатын айналайын сөзі. Айналайын сөзінің тамыры көне түркі дәуірінен бастау алған. Кәрі кісілер дертке шалдыққан жастарды аман алып қалу үшін өздерін құрбандыққа атап, ауру адамды киіз үйдің ортасына жатқызып, қарт кісі 3 рет айналып, есікке келгенде айналайын деп дауыстаған екен. Сонымен қатар, сенің жолыңда менің жаным құрбан, немесе саған келген пәле маған болсын деген ұғымды да тарихта кездестіруге болады. Шырағым сөзін қаратпа сөз ретінде пайдаланған. Қазақта бір қатар сөздерді қаратпа сөз ретінде қолданған. Соның бірі ананың көбіне ұлдарына қарата айтатын шырағым сөзі. Ол ер бала, болашақ үй иесі, ошақтың отын сөндірмей, ұрпақ жалғасын табатын, отбасының шамшырағы деген ұғымнан туған. Қарағым қайдан шыққан? Ең көп қолданыстағы әрі көне сөздердің бірі қарағым. Ол қарашық сөзімен тарихи жағынан мағыналас. Көзімнің қарашығы деген мағынаны білдіреді. Азамат атауын дұрыс қолданып жүрміз бе? Шоқан Уәлиханов азамат кәмелетке келіп, еншісін алған, туыстарына тәуелсіз, үйлі баранды адам дегенді білдіреді деп өз зерттеулерінде анықтама берген. Қарындас тек жасы кіші қызға ғана айтылмаған. Қазіргі таңда қарындас сөзі өзінің түпкілікті мағынасында көп қолданып жүрген жоқ. Бұл сөздің түпкі мағынасы түркі жазбаларында жалпы туысқан, жақын рулас адам дегенді білдіреді. Сіздермен болған Нұр. Ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.